Қазақстандағы этномәдени бірлестіктердің саны 800. 180 мектепте 200 этностың тілі жеке пән ретінде жүргізіледі. Астанадағы Ноғай мәдени орталығында да ноғай тілімен бірге қазақ тілін оқытып, халықтар достығын дамытып келеді. Балалар мұнда туды, мұнда оқу алдылар, мұнда мен өзім істеп, өзім мені құрышы болып істегенмін. Өзім айтқанда нан жеді мұнда. Сол көрі бәріне де біздің өзім бауырымызға, қазаққа, халқына көп рахмет айтамын. Кезінде Еділ мен Жайық аралығын мекендеген Ноғай ордасы, Ноғайлы хандық атанған ұлыстардың бүгінгі ұрпағы осылар. Тіпті олар домбыраны төл аспабындай дәріптеп, қазақтың күмбірлі күйін жеріне жеткізіп орындайды. Желдібаевтың күйі ерке салқын. Салт санамыз бен дәстүрімізде де асқан айырмашылықтарды байқамадық. Қос өркениеттің өзіне тән ұқсастықтары бар. Қазақтарда айтады, беташар дейді, бізде қыз көрсету дейді. Басында шаңырақпен кіреді, келін бетін ашады деген, сол бесашар дейді, бізде қыз көрсету дейді. Бетін ашады, ясикон кісілерге, ақсақаларға, қыз бәріне сәлем береді. Этносаралық қатынастар жүйесінде мемлекеттік тіл ел бірлігін қалыптастырудың маңызды факторы. Сондықтан этномәдени бірлестіктер қызметінде мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту маңызды орынға ие. Қазақ елінің байлығы, ұлт байлығы, бар ұлтларға яқшылық, нәсіп ераймын. Ар бір үйге бай бақша берекет болсын.